Адам адамға, жан кеудеге мейман. Адамды кейде баршылық сынайды, кейде жоқшылық сынайды. Адам ала, мал құла. Адам өзгенің қадірін өзі арқылы түсінеді. Адам жаманнан жиренбей, жақсыны үйренбейді. Адам 40-та қылау, 50-де елік. Адам түп ата, Хауа түп ана. Ат аяғынан семірер, адам құлағынан семірер. Ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек. Бұрынғының кісісі, бүгінгінің кішісі. Екі кісі ығысса, бір кісілік орын бар. Кісі қатесіз болмас, көл бақасыз болмас. Болған кісі болдым демес, болдым десе, болғаны емес. Адам құлақтан азады, қаңқудан тозады. Жігіттің құны 100 жылғы, ары 1000 жылғы. Ақылды адам айтқызбай біледі, ақ сұңқар қаққызбай іледі. Аш адам ұрысқақ, ақсақ қой тырысқақ. Адамды алдау, арыңның алдында қылмыс, ағаңды алдау, анаңның алдында қылмыс. Саналы адам сағыңды сындырмас, санасыз адам жағыңды тындырмас. Аузы жабылмайтын адамның ішінде түкте жоқ. Адам қиындыққа төзе жүріп сабақ алады, жіберген қателерін қайталамауға тырысады. Қиын нәрселерді қиынға қалдыра берсең, ол қиындай береді. Сұлулық жақсы, бірақ адамның ең алдымен жаны сұлу болу керек. Сырты сұлу, көз сусынын қандырғанмен, жаны жақсы болмаса, жан сусынын қандыра алмайды. Әлсіздігін мойындай білген адам мықты. Адам дүниеге тек қана келіп, әншейін ғана аттана бермейді. Ол артында ой қалдырады, ойдан мұра қалдырады. Адамдарды мақтан сүйгіш ет, өр көкірек оларды ақымақ етеді. Сол кезде сен оларды бағындырасың. Кей адам кілтетпе келеді, бірақ ол жас балаға, сұлу әйелге және ұлы адамға ғана жарасады. Бұл үшеуінен басқаға біткен қыңырлық қырсықпен тең. Екі адамның бір-біріне шын ықылас пен қалтқысыз қызмет етуі не араларыңыздағы адал махаббаттың, асыл достықтың арқасы. Ең мықты адам қорқынышты жеңген адам. Адам өз ойы арқылы өз мінезін қалыптастырады. Ерексіп тұрған екі адамның төрелігін айтсақ, былай болады. Сол екі адамның қайсысы ақылдырақ болса, даудың басталуының кінәсі соның мойнында.
Кесірлі адам кер болады, кемеңгер адам кең болады. Ақылсыз адам айқай келеді, жан жағын жайпай келеді. Ақылды адам жай-жай келеді, жан жағын байқай келеді. Қарау адам күншіл, мекер адам міншіл. Екі аяқты адам түгіл, төрт аяқты мал да сүрінеді. Әлсіз адам сүріншек, ақылсыз адам еріншек. Талантсыз адам табансыз, алымсыз адам шалымсыз. Көп іздеген адам көмбенің үстінен шығар. Дуадақ шөлін мақтайды, көгала қаз көлін мақтайды. Кемеңгер елін мақтайды, диқангер жерін мақтайды. Бір бетке адам бірлікті бұзады, теріс мінез адам тірлікті бұзады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Көкірегі жел адам өр кеуде, көкірегі көр адам жай пенде. Кісі арасында кісі бол, үлкені болма кіші бол. Қызмет қылсаң жорғалап, маңдайдан терің сорғалап, адамзаттың ісі бұл. Адамның сырты алдамшы. Адамды өмір үйретеді, үйренбесе күйретеді. Бір адам самал, екі адам амал, үш адам жамал, төрт адам қамал. Асауды бас білдіретін жігіт бар, адамды аздырмайтын үміт бар. Желауыз адамға сыр айтпа, жебірауыз адамға мұң айтпа. Қайырсыз адам болмаса да, қайғысыз адам болмас. Асы бар қазан сүйкімді, досы бар адам сүйкімді. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның тынысы. Қошқар болар қозының, маңдай жағы дөңгелер. Адам болар баланың, етек жеңі кең келер. Адам жүрген жермен адам жүреді. Біреу білмегенді, біреу біледі. Білген адам тауып айтады, білмеген адам қауып айтады. Кісі болар баланың, кісімен ісі бар. Кісі болмас баланың, кісіменен несі бар. Адам құлақтан азады, көңілден семіреді. Әдептілік ар-ұят адамдықтың белгісі. Тұрпайы мінез тағы жат, надандықтың белгісі. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Адам болу өз кемшілігін сезіну деген сөз. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз өмірді өзіне бейімдегісі келеді.
Асылы адам өз өмірінің суретшісі. Ол өмірді сырлап бояуға, оған ажар түр беруге, оны әшекейлеп өрнектеуге еңбек етеді.